мұсылманшылықты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадис бар: "Мен хусни исламил мар'i таркуху ма ла яънихи". Кісінің мұсылманшылдығының кемелдігінің белгісі өзіне қатысы болмаған істі тәрк етуі. Мұсылмандығының белгісі өзіне қатысы болмаған істі тәрк етуі. Өзіне қатысы болмаған іс деген сөз не? Дүниеде яки ақыретте пайдасы тимейтін әңгімелермен айналысу. Өсек. Не керек бар оның? Өсек. Дүниеде пайдасы бар ма? Өсек айтып жүрген адам кім жақсы көреді? Ақыретте жақсы көре ме? Алла жақсы көре ме? Жоқ, жақсы көрмейді. Демек, саған пайдасы тимейтін болса, бұл істен айналысудың қажеті жоқ. Бос нәрсемен. Бұл да не? Бұл да кісінің мұсылмандығын көрсететін әрекеттің біреуі. Бізде ең көп тараған түрі мынау. Біз мұсылмандар бір-бірімізбен кездескен не деп айтамыз? Ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам, қалың қалай? Иә, жақсы, Құдайға шүкір. Не жаңалық бар деп айтасыз, не жаңалық бар деген сөз, не өсек бар деген сөз, негізінде. Ол содан кейін жібереді анау ар жақтағы тұрған адам. Не дейді? Анау андай болып кетті, мынау мынандай болып кетті. Иә? Түкке қажет жоқ. Сіз мұсылмандар, біз өкінішке орай бір-бірімізде былай сұрамаймыз. Ораза қалай, нәпіл ораза ұстап жүрсің ба? Жалпы. Немесе жаңағы біреуге жақсылық жасадың ба? Сабаққа бардың ба деген сияқты бір нәрсе үйрендің ба деген нәрсе жоқ біздің арамызда. Өкінішке орай. Себебі біз гарантияда жүрген адамдар сияқты жүреміз. Шын. Біздің ішімізде мынандай нәрсе бар. Яғни далада жүргендерден гөрі біз дұрыстауымыз ғой деген бір түсінік бар. Рас, оны мойындаған келмесе де бар ішінде. Ішіңде бар сол. Құдайға шүкір, ана бәленшеден гөрі мен дұрыстаумын ғой, жақсымын ғой деген бір не бар? Қияли бір пікір бар. Сондықтан мұсылмандықтың белгісінің біреуі өзіне қатысы болмаған іске араласпау. Өзіне қатысы болмаған іспен айналыспау. Тағы да мынандай бір хадисіміз бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "Дарабаллаху масалан сиратан мустақима". Алла тағала тура жолдың несін көрсеткен? Мысалын көрсеткен. Тура жол деген қалай болады? "Ва ала джамбати ас-сирати сурани". Әлгі жолдың үстіне не жатыр дейді? Екі жағында екі не бар? Қорған бар екі жағында. Екі забор бар, үлкен қорған бар. "Фихима абуабун муфаттаха". Әлгі қорғандарда не бар? Есіктер бар. Ашық есіктер бар. "Ва алал абуаби сутурун мурха". Әлгі не қылған? Есік ашық, бірақ есікте не түсіп тұр? Перделер түсіп тұр, бүйтіп салбырап. "Ва ала баби сирати даин яқул". Әлгі жолдың бастауында біреу айқайлап тұр дейді. Жар салып тұр. "Я айюхан нас", ей адамдар. "Удхулу сирата джамиға", бәрің мына тура жолға түсіңдер деп шақырып тұр дейді. "Ва ла та'ваджу", былай кетіп қалмаңдар, осымен жүріңдер деп айтып отыр. "Вадаин ядау мин жауфи сират", әлгі жолдың ішкі жағынан біреу айқайлап жатыр дейді, дауыстап, жар салып жатыр дейді. "Фаиза арада ан яфтаха шай'ан мин тилкал абуаб қала вайхак ла тафтаху". Сөйтіп әлгі кісі дейді, тура жолға түсіп келеді, әлгі есіктерге кіргісі келеді екен дейді, бүйтіп. Не бар екен деп. Есік ашық тұр. Не түсіп тұр? Перде салбырап тұр. Соны алып бүйтіп ашқысы келген кезде әлгі жолдың үстінде тұрған айқайлайды екен. "Сорың құрғыр, ашпа оны" деп. Ашпа. "Фа иннака ин тафтаху талиджху", себебі сен оны ашсаң кіресің ішіне деп айтады екен. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл хадистегі жол деп айтып тұрғаны ислам діні. Тура жол деп айтып тұрғаны ислам діні. Әлгі екі үлкен қорған тұр деген, жолдың бойында қорған тұр дегені, ол Алла тағаланың несі? Шектеулері қойған. Енді әлгі ашық тұрған есіктер Алланың харам еткен істері. Алланың харам еткен істері. Анау жолдың үстінде айқайлап, жолдың басында айқайлап тұрған, ол Алланың кітабы дейді, жар салып тұрған. Тура жол мұнда деп шақырып тұрған. Ал әлгі іштен жолдың үстінен айқайлап тұрған адам, ол мұсылман кісінің жүрегіндегі өзінің несі? Иманы уағыз айтып тұрған, сол деп айтқан екен ғалымдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осылай түсіндірген. Енді қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп жатыр? Ислам ол тура жол. Сіздерге сұрақ: Алла неге исламды тура жол деп айтады? Біздің ғалымдарымыз былай дейді: Алла тағала исламды тура жол деп атаған себеп, Алланың разылығын бір нүкте деп есептесек, құлдың Аллаға бастайтын жолын бір нүкте деп есептесек, осы екі нүктенің арасын қандай сызық жалғастырады? Тура жатқан сызық жалғастырады. Ең жылдам жақындататын нәрсе не? Ортаға жатқан тура жатқан жалғастырады. Былай ұзақ болып кетеді. Ең қайсысы? Тура жатқан. Сондықтан Алла тағала өзінің не деп атаған? Тура жол деп атаған. Енді бұл ислам мәселесін аз кем тоқтап өтсек, былай. Енді иман деген мәселе бар. Бұл исламға қатысты нәрсе. Иманның жаңа біз мына жерде қаншауын көрдік?
алтауын көрдік, Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне, тағдырдың жақсысы мен жамандығының Алладан екендігіне. Енді негізінде пайғамбарларға иман келтіру бұлардың барлығын қамтиды. Түгел. Себебі Алла бар деп айтып жатқан кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр, періштелер бар деп айтып жатқан кім? Пайғамбар. Оның өзінен бұрын пайғамбарлар болған деп айтқан кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи. Ақыретте қайта тірілесін деп айтып жатқан кім? Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Тағдырдың жақсысы мен жамандығы Алладан деп айтып жатқан кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Демек, тек пайғамбарға иман келтірсеңіз болғаны, бұның бәрін мойындауға мәжбүрсіз. Сондықтан мен негізінде Мұхаммедтің пайғамбар екендігін мойындаймын, бірақ кейбір әңгімелер дұрыс емес деген әңгімелер болмайды. Мысалы, соның ең үлкен дәлелі Құраншылар. Ең үлкен дәлелі Құраншылар. Құраншылар не дейді? Алла бар, Құран кәрім бар. Мұхаммед деген кім? Алланың пайғамбары. Бірақ енді сүннет деген нәрсеге мен көп сене бермеймін. Сүннетті мойындамайды. Сүннетті мойындамайсың деген сөз, сен Құранды мойындамайсың деген сөз, мүлдем ешнәрсе мойындамайсың деген сөз. Бірақ әлгі мұсылман не деп сөйлейді? Мен мұсылманмын деп сөйлейді. Бұл не емес? Бұл дұрыс көзқарас емес. Себебі қараңыз, біз күнде калима шахадат не деп айтамыз? Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулулла деп айтамыз. Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулулла. Ла илаха иллалла деген сөз не? Алладан басқа тәңір жоқ. Яғни құлшылыққа лайық ешбір тәңір жоқ Алладан басқа. Мұхаммед Расулулла не деп айтып жатсыз? Алланың елшісі деп айтып жатсыз. Негізінде екі сөздің арасын қалай байланыстырамыз? Сен не деп айтсың? Алла тағала, құлшылыққа сенен басқа ешкім жоқ. Дұрыс қой. Құл бұны мойындағаннан кейін, құл бұны мойындаса, құлшылық жасауды кім үйретеді оған? Жарайды, сен Алладан басқа тәңір жоқ екендігін мойында. Ары қарай саған кім көрсетеді бұның барлығын? Пайғамбар. Сол үшін Мұхаммед Расулулла. Құл сұрап жатқан секілді, не? Мен жарайды, Алланың бар екендігін мойындайын. Одан кейінгі істейтін іс-әрекетінде Алладан не деп жатыр? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам саған бұның барлығын істейді, үйретеді. Енді бұл жердегі әңгімелер жалпы білесіздер ғой, періштелерге деген білесіздер, оны білесіздер, оқыған шығарсыздар. Пайғамбарлардың саны қанша? 124 мың бір риуаятта. Ханафи мазхабының имамы Мулла Али аль-Қари айтады, бір риуаятта қанша? 114 мың, бір риуаятта 124 мың. Имам Али аль-Қари айтады, бұндай ихтилафқа түспеу үшін ең әдемісі бүкіл пайғамбарларға иман келтірдім деп айта салу керек. Болды. Алла, сен жіберген пайғамбардың барлығына мен не істедім? Иман келтірдім деп қысқа қайырған дұрыс. Енді кітаптарына деген әңгіме бар. Кітаптарына біз мұсылмандар кітаптарға иман келтіреміз, бірақ сол заманда түскен кітаптарға иман келтіреміз. Исаның замандағы Инжилге иман келтіреміз. Яғни қолды қазіргі жүрген христиандардың Инжиліне емес, немесе еврейлердің қолында жүрген Тауратқа емес, сол кездегі түскен бұзылмаған, өзгермеген Тауратқа біз не істейміз? Иман келтіреміз. Енді бұл жердегі ең маңызды, сіздердің маңызды нәрселердің біреуі, жаңа не деп айттық? Ақырет күніне иман келтіру. Ақырет күніне иман келтіру деген сөз, сіз жәннатқа иман келтіресіз деген сөз, тозаққа иман келтіресіз деген сөз, сырат көпіріне иман келтіресіз деген сөз. Яғни ақыреттік бүкіл істің барлығына иман келтіремін деген сөз. Енді бұл жердегі ең соңғысы біраз адамның мазасын алатын, нәрсенің біреуі тағдыр мәселесі. Тағдыр мәселесі. Тағдыр мәселесі біздің әхлі сүннет уәл жамағаттың ең мәшһүр көзқарасы мынандай. Әл-иман би анна Аллаһ тағала сабақа фи илмихи ма яъмалуху ал-ибаду мин хайрин ау шаррин ва таатин ва маъсиятин қабла халқихим ва ижадихим. Тағдырға иман келтіру деген сөз Алла тағаланың ілімінде болып кеткен. Алла тағаланың ілімінде бар. Әзәлден бар. Не деп? Құлдар не істейді? Жақсылық істей ме, жоқ әлде жамандық бір істей ме? Құлшылық ете ме, жоқ әлде күнә жасай ма? Оларды жаратпастан бұрын бұның барлығы бар. وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. Бұлар тозақтық па немесе жәннаттық па? وَأَعَدَّ لَهُمُ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ جَزَاءً لِأَعْمَالِهِمْ قَبْلَ خَلْقِهِمْ وَتَكْوِينِهِمْ. Және оларды жаратпастан бұрын олардың жасайтын әрекеттерінің лайықты сый яки жаза әзірлеп қойған әу бастан. وَأَنَّهُ كَتَبَ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ وَأَحْصَاهُ. Және бұның барлығын Алла өзінің құзырында лаухул махфузға не істеген түгел жазып қойған. وَأَنَّ الْأَعْمَالَ الْعِبَادِ تَجْرِي عَلَى مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَكِتَابِهِ. Әлгі лаухул махфузда жазғандай және ғылымында болғандай бүкіл құлдардың іс-әрекеті солай жүріп отырады. Соған сәйкес жүріп отырады.
тағдырға иман келтіру деген сөз осы. Түсінікті? Бұл да ең үлкен дау тудырғандардың біреуі, мәселенің біреуі ислам әлемінде. Әлі күнге дейін дау тудырып жатқан мәселенің біреуі. Дау мынадан туған. Сен екеуміз кімбіз? Пендеміз, иә? Сен екеумізде таңдау бар ма? Қой, сен екеумізде таңдау жоқ қой. Таңдау жоқ екендігінің ең үлкен белгісі әке шешеңді сұрап алған жоқсың ғой. Сұрап алдың ба? Жоқ. Қазақстанда өмір сүргім келеді деп айттың ба? Саған біреу список жіберді ма, қай жерде дүниеге келесің деп? Кім болсын әке шешең деген сияқты. Иә? Біразымыз не істеп алады дейік, әжептәуір жер таңдайтын ек қой, мына жерге барамын, мына жерге барамын деген сияқты. Әкем мынау болсын, шешем мынау болсын деген сияқты. Бұны ешкім бізден талдап жатқан жоқ, сұрап жатқан жоқ. Иә? Демек сізде не жоқ? Ерік жоқ. Бар ма жоқ па? Жоқ болып тұр ғой. Жоқ, жоқ сенде негізінде. Енді су ақты деп айтсақ, су өзі аға ма? Суда ағызып жатқан Алла, су ақпайды, суда жан жоқ. Солай ма? Ағаштан жапырақ түсі деп айтсақ, жапырақ өзі түсе ма? Жоқ, Алла түсіреді ол жапырақты. Демек еш нәрсе жоқ екен ғой сенің қолыңда. Демек сенің қолыңда еш нәрсе жоқ екен ғой. Осындай ақидада болғанда жәбрия деген ақын болған. Түсіндіңіз бе? Мүлдем. Біз мәжбүри әрекет етеміз деген. Әу бастан біз неміз? Мәжбүри. Бізді Алла мәжбүр етіп қойған. Түсініп отырсыз ба? Мәжбүр етіп қойған түгел. Әлгінде әңгімелермен ұстайды сені. Түсініп отырсың ба? Күн шықты. Күн шыға ма не өзінен өзі? Шықпайды. Алла шығарды. Жаңбыр түсе ме? Жоқ, түспейді. Алла түсіреді ол жаңбырды. Солай ма? Солай ғой негізінде. Солай. Тура солай. Бұл жәбриялар шектен шыққан. Шектен шыққан кезде былай істеген. Өзінің жасайтын күнәларын Алла тағала жасатып жатыр деп ойлайтын болған. Жазып қойған бәрін түгел Алла тағала. Мәжбүрлеп қойған. Адам өлтіреді не дейді? Мен емес дейді, Алла оны. Алла істетті бұны. Шектен шығудың көкесі. Сол біздің бір үлкен ғалыммен кездескен екен дейді. Екеуі бір жәбрияның әлгі ғалымысы мағымен екеуі. Бір мәжілісте кездескен екен. Екеуі сәлемдесіп болғаннан кейін анау әңгімесін бастаған дейді жаңағы. Өзінің әңгімесін. Содан ғалым тыңдап болдың ба деген, болдым деген алғанда тартып жүрген. Осы тұрған жерден. Жауап жоқ, ешнәрсе жоқ, ұрған. Содан анау әлгі жәбрия жаңағындай теріс көзқараста болған кісі барып дауласып қазының алдына барған. Мынау мені ұрды деп. Түсіндіңіз ба? Содан біздің әлгі ғалым да барған қазының алдына. Соны айтқан, мына неге ұрасың? Ұрдым ба? Ұрдым деген. Неге ұрасың деген? Өзінің ақидасы бойынша ұрдым деген. Алла ұрғызды. Ұрғым келген жоқ мен. Алла ұрғызды. Сен немене дауласып келесің қазының алдына? Егер сондай болсаң, дауласып менен жаңағы ақыңды алмақшы болып не үшін келіп отырсың бұнда? Сенің ақидаң бойынша не болды? Алланың тағдырысы болды. Енді мынандайлар, бұл енді не? Былай кетіп қалғандар, мүлдем. Енді мына жағында бар, мүлдем тағдыр жоқ деп айтатындар бар. Мүлдем тағдыр жоқ. Яғни Алла тағала құлдың іс әрекетін жаратпастан бұрын, яғни құл бір қандай да бір іс әрекетті істеместен бұрын оның не екендігін білмейді дейді. Алла кейін біледі. Мыналардың бүкіл терісі. Бұны не үшін істеген? Бұны істеген себептердің түрі мынау. Сен күнә жасаған оңбағандығыңды Алла тағалаға жаппа. Алла не? Пәк. Сен күнәңді жаратмас дейді сен. Сен зина жасайсың, сөйтме дейсің, бұны Алла қалады деп айтасың. Алла жамандықты қаламайды. Қалай ма? Қалай ма, қаламай ма? Қалағаннан жаратып тұр ғой, мынау қаламайды дейді. Сол үшін имам Абу Ханифа айтады, Алла тағала оны қалайды, оны. Бірақ оған разы болмайды. Оны бұйырмайды. Түсіндіңіз бе? Арасында не бар? Әңгімен ұзақты. Қалау бар. Оны жаңағы оған разы болмау бар. Түсіндіңіз бе? Оны бұйырмау бар. Енді орта жол ұстанғандар әхлі сүннет уәл жамағат. Шынымен Алла тағала барлығын әуел бастан біледі. Оның барлығын түгел істеп қойған, жазып қойған. Енді сіздерден мынандай сұрақ туы керек. Олай болса не үшін намаз оқып жүрміз? Ақыры белгілі екен ғой бәрі. Кімнің қай жаққа баратыны? Бәрі шешіліп қойған екен. Бізден ешкім сұрайын деп жүрген жоқ екен. Проблема мына жерде. Проблема сен екеуміз білмейміз оны. Түсіндіңіз бе? Ол біледі. Ол біледі деген сөз мен еш нәрсе істемеймін деген мағынан шықпайды. Түсіндіңіз бе? Мысалы, сізді біреу таниды кім екеніңізді, сен айтпайсың ғой. Ол мені таниды, значит, мен еш нәрсе істемей ақ қойын деген нәрсе айтпайсың ғой. Неге дұрыс емес? Қойылған. Сахабалар не деген? Әркімнің өзінің тозақта орны, жәннатта орны белгіленіп қойған деген. Пайғамбар сахабалар не деген? Я Расулалла, олай болса, істемей ақ қойық деген. Пайғамбар не деген? Жоқ, сендер амал ете беріңдер. Әрбір іс өзіне қарай не қылған, жеңіл жаратылған деп айтады. Яғни жәннаттық адамдарға жәннаттық іс не қылып қойған?
жеңілдетіліп қойған, тозақтық іс тозақтықтарға жеңілдетіліп қойған. Түсінікті ма? Дұғамен тағдыр өзгере ма? Негізінде тағдыр өзгермейді. Кейбір ғалымдар былай айтқанымен тағдыр өзгереді деп айтқанымен дұғамен. Мысалы Омардың дұғасы бар, айтты: Алла тағала, егер мен тозақтықтардың қатарында болсам, сенің сол неңде жазылған болсам тағдырында, мен не қыл? Ол тағдырдан шығар мен деген сияқты. Біз соған мағынасы сондай мағыналас дұға еткен деген несі бар. Бірақ негізгі көзқарас тағдыр өзгермейді. Тағдыр өзгермейді. Сіздің қолыңыздан не келеді енді? Сізге келді, сізге және маған, бізге. Адам баласында қалау бар. Қалау бар екендігін ең үлкен дәлел мынау. Тамақ ішесің ба? Ішемін дейді, яки? Ішпеймін дейді. Алма жейсің ба? Жейін деп айтады, яки? Жемейін деп айтады. Көк түсі ұнай ма дейсің? Жоқ, маған ақ түсі ұнайды деп айтады. Мысалы, бұда не бар? Қалау бар. Демек не бар сізде? Қалау бар. Қалау бар екендігін сол ең үлкен дәлел. Далаға шыққың келе ма? Шыққың келмейді деген сияқты. Ең үлкен белгісі. Бірақ бұл кішкентай ғана қалау. Кішкентай ғана. Тек таңдай аласыз, болды. Тек не істейсіз? Таңдай аласыз. Қазір бітірейін сөзімді. Тек таңдай аласыз. Бұны не дейді? Шариғатта ғалымдарымыз жүз'i ирада дейді. Жүз'i. Кіші қалау, кішкентай қалау. Алла тағаланың қалауы күлли ирада. Баршасын қамтиды. Енді біздің кішкентай әлгі қалауымыз Алланың қалауының астында жүреді. Оның шеңберінен шығып кете алмайды. Кете алмайтындығының ең үлкен белгісі мынау. Сен машинамен бірдей жүргің келе ме? Жүріп бара жатқан машинамен бірдей жүргің келе ме? Келеді ғой. Неге болмайды? Жоқ, болмайды, мүмкіндік жоқ оған. Құс сияқты ұшқың келе ме? Неғып ұшып кетпейсің? Қалау бар ғой, қалау бар ғой. Қалау бар, қалауың бар. Бірақ ұшамайсың. Бай болғың келеді, бай болғың келеді. Ешкім саған берейін деп отқан ешкім жоқ. Қалау бар ма? Бар. Бар қалауың ішінде, қалауың бар. Бірақ қалауының шектеулі екендігін сол жерден білесің. Қалауының шектеулі екендігін содан білесің. Мысалы 200 килограмм кіртасын көтергің келеді. Қалау бар. Көтере алмайсың ғой 200-ті. Арнайы жаттыққан адам болмаса 200-ні істемейді. Көтере алмайды. Адам өзінің салмағынан 3 есе салмақты көтере алмайды негізі. Ұшақ есе салмақты физика бойынша. Өзінің салмағынан 3 есесін көтере алмайды. Ең күштісі күлесіздерге құмырсқа. Өзінің салмағынан 48 есесін көтереді. Өзінің салмағынан тыс көтере алады. Өзінің 48 есе көтере алады. Демек, бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Демек, бізде қалау бар, бірақ қалау не? Шектеулі. Енді бұл қалауды беріп жатқан кім? Алланың өзі тағы беріп отыр. Не үшін? Сен өзің таңда жәннаттық болатындығыңды, яки тозақтық болатындығыңды. Өзің таңда. Өзің. Сол үшін Алла тағала неде? Біз оған тура жолды көрсеттік, не қылдық? Жаман жолды көрсеттік. Біз адам баласын жараттық, кейбірі мұъмин болады, кейбірі кәпір болады. Өзі. Бірақ Алла тағала жақсы көрген құлын тура жолға салады. Алла өзі жақсы көрген құлын тура жолға салады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала бірнеше аят түсірген. Не дейді? Сен өзіңнің жақсы көрген адамды тура жолға сала алмайсың дейді. Салатын кім? Алла. Мысалы, Нұх пайғамбар өзінің баласының кәпір болуын қалады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Лут өзінің қатынын кәпір болсын деп ойлады дейсіз ба? Жоқ. Қалаған жоқ ол нәрсе. Бірақ тура жолға салу біздің қолымызда емес. Ол кімнің қолында? Ол Алланың қолында. Енді қараңыз. Мысалы, мен зина жасағым келіп тұр. Негізі қалауым бар, ниет бар, мүмкіндік бар. Енді жасайын деп жатқам, жасатпай қойса бір түрлі ғой. Мысалы дейін. Не болып есептеледі ол? Зұлымдық болып есептеледі. Сен бәрін түгел бекініп қойғансың, енді істейін деп айтқан кезде саған істетпей қояды. Сен не деп айтасың бұл адамды? Оңбаған залым деп айтасың. Дұрыс па? Мысалы қара. Ауылда не істейді көшеде? Ағаларың арақ ішіп отырады. Арақ ішпе десең не? Сенен сұмырай адам жоқ. Ол оны өзі таңдап отыр арақ ішуді. Зина жасауды деп жатқанда өзі таңдап отыр. Ұрлықты да өзі таңдап отыр. Бірақ Алла, сен таңдадың, сол нәрсені қаладың, қалауың болсын. Түсініп отырсыз ба? Сен өзің алып жатсың бұны барлық. Дәл сол секілді, мен намаз оқығым келеді. Алла саған жолын жеңілдетеді. Намаз оқитын адамдармен таныстырады, мешітке апарады, азанды еститін қылады, әйтеуір ретін келтіреді. Түсініп отырсыз ба? Әйтеуір несін шығарады? Себебін шығарады, міндетті түрде. Қалауыңа, ниетіңе қарай. Мысалы, біздің қазақ халқы, қазақтың мақал-мәтелдер негізі тағдырға әбден сенген адамбыз біз. Қазақ не дейді? Жазмыштан озбыш жоқ. 40 жыл қырғын болса да ажалда өледі. Бұл мақал вообще мощный шыққан мақал. 40 жыл қырғын болса да ажалда өледі дейді.
Ажалды өледі. Ажалы жеткен өледі. Жарайды. Әңгімені жинайық. Былай. Әңгіменің қысқасы Алланың жазғаны болады. Түсінікті? Алланың жазғаны болады. Алланың лаухул махфузда не жазды, сол айнымай дәл айна қатесіз түгелдей солай жасалады. Және Алла тағала біздің қайсымыздың жәннаттық, қайсымыздың тозақтық екенін алдын ала барлығын біледі. Және біз қалаған ісімізді өзіміз не істейміз? Өзіміз таңдап алып, жәннаттық болуды яки тозақтық болуды өзіміз не істейміз? Таңдаймыз. Және Алла тағала ол барғатын жолды не істейді? Бізге жаратады және оны не істейді? Жеңілдетеді. Айтуымыз керек болған мәселе осы түгел жинақтап айтқанымыз. Енді жаназа оқитын адамдарыңыз болса, жаназа мынандай дұғасы бар. Пайғамбарымыз дұға еткен былай деп: Аллахумма ман ахяйтаху минна фа ахихи алал ислам, ва ман таваффайтаху минна фа таваффаху алал иман. Ей Аллахым, жаназа дұғасы бұл. Ей Аллахым, егер сен арамызда біреуге ғұмыр нәсіп етсең, оны исламмен ғұмыр өмір сүруді нәсіп ет. Мұсылман болып өтуін не қыл? Мұсылман болып ғұмыр кешуін нәсіп ет. Алайда сен арамыздағы біреудің жанын алсаң, оны иманды етіп ал деп айтқан екен. Бұл сөздің мағынасы не? Ислами өмір бер, жанымды алсаң, иманды өлім нәсіп ет деген сөз. Біздің ғалымдарымыз былай деп айтады. Біз бағанан бері не айтып жатырмыз? Иман мен ислам бір деген нәрсені айтып жатырмыз. Бірақ пайғамбар бұл жерде тағы да бөліп жатыр. Тағы да бөліп жатқан сияқты, ғұмыр берсең, мұсылманша өмір сүруді нәсіп ет, жанымды алсаң, иманды етіп жанымызды ал арамызда. Енді біздің ғалымдарымыз айтады. Себебі ислам дегеніміз не деп айттық бағана? Адамның сыртқы іс-әрекет жасайтын іс-әрекеттері. Бұл адамның захири сыртқы іс-әрекеттері қашан жүзеге асады? Сенің тірі кезінде. Сол үшін пайғамбар айтып жатыр. Біздің арамызда біреуге ғұмыр берсең, мұсылманша ғұмыр сүруді нәсіп ет. Ал енді өлім шағында мұсылманша ғұмыр сүруді нәсіп ет деп айту сәл дұрыс емес. Ол кезде иманды болып өлгендігі маңызды. Сол үшін не деп жатыр? Біздің арамызда біреудің жанын алсаң, сен оны иманды етіп ал деп айтқанның сөзі сол. Түсінікті ме мына жер? Не үшін мұсылманша ғұмыр? Иманды ғұмыр емес, мұсылманша ғұмыр болып өмір сүруді, және иманды болып дүниеден өтуді. Себебі өлімнің соңында тек қана не қалады сіздің қолыңызда? Жоқ, тілмен айтып, жүрекпен бекіту ғана қалады. Кәлима-и шахадат қана қалады аузыңызда, ешбір амал істей алмайсыз. Сол үшін иманды болып өтуді нәсіп ет деп, сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұраған. Түсінікті? Енді осы жерден, осы айтқанмен соңғы түйін бар ғой. Сол түйінге сүйеніп ғалымдардың кейбіреуі былай деген. Демек, әрбір мұсылман мұъмин емес. Әрбір мұъмин кісі не? Мұсылман кісі. Бірақ әрбір мұсылман кісі мұъмин емес. Себебі мұъмин кісі деп тұрғанымыз кім? Жүрегіне Аллаға деген иман орныққан. Оны тілімен айтып жүрген және іс-әрекетімен көрсетіп жүрген кісі. Дәлелі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Жүректе бір шайнам кесек ет бар. Ол түзелсе бүкіл дене түзеледі, ол бұзылса бүкіл дене бұзылады, ол жүрек деп айтқан. Демек, жүректе иман дұрыс болса, иман жүрекке орнықса, ол не істейді? Міндетті түрде сіздің тіліңізде, іс-әрекетіңізде міндетті түрде көрінеді. Енді әлгі мұсылман не деп айттым? Кейбіреулер не деп айттым? Мұсылман, әрбір мұсылман не емес? Мұъмин емес. Сол үшін Алла тағала Құран кәрімде не дейді? Алла тағала былай дейді. Бәдәуилер келіп, бәдәуи деген білесіздер ғой? Көшпелі халық, құмда жүргендер, жабайылар былайша айтқанда. Қалалықтар емес. Бәдәуилер не деп айтты дейді? Әмәнна деп айтты. Біз иман келтірдік деп айтты. Құл ләм туъмину, валакин құлу әсләмна, валямма ядхул иману фи құлубикум. Ей Мұхаммед, сен оларға барып айт. Сендер иман келтірген жоқсыңдар. Сендер мұсылман болдық деп айтыңдар. Мұсылман болдық деп айтыңдар. Себебі жүректеріңе әлі иман орныққан жоқ. Бізге маңыздысы мынау. Абдулла ибн Аббас айтқан, бұлар мұнафық емес деген. Әйгілі сахаба не деген? Бұл бәдәуилер не емес еді? Мұнафық емес еді деген. Не айтқысы келіп тұр сонда? Бұлардың иманы не? Иманның нұры әлсіз болған. Иманның адамда нұры әлсіз болатын болса, жүрегінде, ол адамның жасайтын амал іс-әрекетте не болады? Әлсірейді. Аллаға деген сеніміңіз, яқиніңіз күшті болмаса не болады? Мысалы, намаздардың тек парызын оқисыз, сүннеттерін оқыңыз,
келмейді. Рамазан айында зорға ораза ұстайсыз, Рамазан айында зорға ұстайсыз, қалған 11 ай жоқсыз сахнада. Мүлдем. Түсіндіңіз ба? Бұның барлығы нені көрсетеді? Әлгі мұсылман кісінің иманының әлсірегендігін көрсетеді. Бұл бәдәуилерде әлгі мұсылманшылық деген нәрсе бар еді, бірақ әлі толықтай неғылмаған еді, отырмаған еді. Егер толықтай орнықса, бұның барлығы неғылатын еді? Шариғат бұйырған нәрсенің барлығын мүлтіксіз атқарар еді. Енді жаңа біз айттық, исламға тағы да 5 парыздан басқа кіретін нәрселер бар деп айттық. Сол секілді иманның 6 шартынан басқа да иманға кіретін нәрселер бар. Біреуі Алла тағаланы зікір еткенде жүректердің не істеуі? Алладан қорқуы. Алла не дейді? Шын мұъминдер Алланың аяттары оқылған кезде не істейді? Жүректеріне қорқыныш ұялап, имандарын арттырады деп айтады. Демек, аят оқылған кезде мұсылман кісі не қылу керек? Қорқу керек. Қорқу үшін тыңдау керек. Тыңдамаған нәрседен қалай қорқасың? Демек, аят оқылып жатқан кезде мұсылман кісі не қылады? Жүрегі қорқыныш ұялап, әлгі иманы не істеу керек? Арту керек. Алланың аяты бұл. Одан кейін басқа мұсылманға не қылу керек? Насихат айту керек. Бұл да неден? Иманнан. Иманнан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Жәбір ибн Абдилла айтады: мен намаз оқимын, ораза ұстаймын деп айтып, не қылдым? Биғат еттім. Не қылдым? Пайғамбарға қол тапсырдым. Сол кезде пайғамбар маған не қылды? Әрбір мұсылманға насихат айтасың деген не қосты? Шарт қосты. Демек, насихатта не? Иманнан. Бір мұсылманға барып не айту? Насихат айту. Сонымен қатар жүректің ішінде тәкаппарлық, көре алмаушылық, қызғаншақтық деген секілді аурулар болмау керек. Ол да неден? Иманнан. Я, әлгі Алла тағалаға деген тәуекелдің не қылуы? Күннен күнге артып отыруы. Ол да неден? Иманнан. Алла бір жерінде айтады: Аллаға кімдер иман келтірсін дейді? Иман келтірген пенделер тәуекел етсін дейді. Иман келтіргендер Алла тағала не қылсын? Тәуекел етсін. Демек, тәуекелде не кіреді? Иманға кіреді. Алла тағаладан жалғыз жүргенде де, елмен жүргенде де, жасырын да, ашық та Алладан не қылу? Қорқу. Бұл да неге кіреді? Иманға кіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір кісі сұраған дейді: әуретімді ашып жүрсем қайтем деп. Ешкім жоқ жерде. Өзім қалған кезде әуретімді ашып жүрсем қалай болады деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Алла тағала ұялуға басқалардан лайықтырақ деп айтқан. Әуретшілді ашып жүрмейсің ғой елдің көзінше. Елдің көзінше жүрмейтін болсаң, онда Алланың алдында жүрмейтін деген екі бастан белгілі нәрсе. Екі бастан белгілі нәрсе. Кімге бұл? Түсінген адамға. Түсінген. Біреулер айтуы мүмкін: үйде жүре беруге болады деп. Солай деп айтасыңдар ғой өздерің деп. Үйде ешкім жоқ, жүруге болады деп. Әуретінші. Бірақ не істеу керек? Әуретті жабық жерде жүрген абзал. Енді Алла тағаланың құлына жақын екендігін әрдайым сезініп жүру, ол да неден? Иманнан. Біреуге берсе, Алла үшін бере білу. Біреуді жақсы көрсе, Алла тағала үшін жақсы көре білу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мына үш нәрсе бойында болған кісі иманның несін татады? Дәмін татады. Соның біреуі қайсысы? Біреуі Алла разылығы үшін біреуді жақсы көру. Жақсы көру. Одан басқа иманға не кіреді? Алла тағаланы, оның пайғамбарын барша нәрседен артық жақсы көру. Бұл да не кіреді? Иманға кіреді. Әлгі иманның ләззатын тату үшін де бұл нәрсе не істеу керек? Көру керек. Тозақи істерден аулақ болу, бұл да не? Иманнан. Себебі пайғамбарымыз дейді: әлгі иманнан қайта шығуды, күпірлікке түсуді тозаққа тастағандай қылып көру, жек көру, сондай. Өзіңе жақсы көрген нәрсені мұсылман бауырыңа жақсы көру, ол да не? Иманнан. Себебі пайғамбарымыз дейді: сендердің ешбірің өзіңе жақсы көрген нәрсесін бауырына жақсы көрмейінше иман келтірген болып саналмайсыңдар. Демек, ол не екен? Иманнан екен. Мұсылмандардың басына түскен қайғы қасіретке ортақ болу, қолынан келген жәрдемін жасау, ол не? Иманнан. Жетімнің басын сипау? Иманнан. Мұсылмандардың қайғысына ортақ бола білу, ол да не? Иманнан. Бұл біздің немізге айтылған нәрсе? Иманға қосымша айтылған нәрселер. Иманға қосымша. Неғып кетті? Исламнан гөрі неғып кетті? Көбейіп кетті. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басты алтауын айтқан. Қалғаны неге айтпаған десең, осы алтауына иман келтірсең болған, қалған өзі келеді. Жаңағы мен айтқан бұл алтаудан тысы бөлек өзі келеді. Негізінде біреуіне келтірсең жеткілікті, Аллаға иман келтірсең. Немесе пайғамбарға иман келтірсең. Бағана сөздің басында айттым мен.
пайғамбарға иман келтірсең, бұның барлығына түгелдей не істейсің? Иман келтіресің. Енді бұл жерде біздің соңғы талқылайтын мәселеміз не? Ихсан деген нәрсе қалды. Ихсан. Ихсан деген нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Алла тағаланы көріп тұрғандай не істеуің? Құлшылық қылуың. Сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр. Енді Құран кәрімде ихсан деген сөз бірнеше мағынада келеді. Араб тілінде жалпы ихсан деген сөз бірнеше мағынаны қамтиды. Бірінші мағынасы жақсылық жасау деген сөз. Ихсан жаса деп айтады. Бұл менің бір ихсаным деп айтады. Не деген сөз? Бұл менің бір жасап жатқан жақсылығым. Немесе ихсан садақа берген кісіні айтады, мухсин деп. Немесе кез келген істі мүлтіксіз орындайтын адам не дейді? Ахсана дейді. Яғни жақсы істеді деген сөз, мүлтіксіз атқарады. Сонымен қатар ахсана деген сөзіне шариғатта Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық қылу. Сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Я? Енді осы ихсан сөзі бар ғой. Құран кәрімде бірнеше сөзбен байланысып келген. Біріншісі иманмен, кейде исламмен, кейде тақуалықпен, кейде амалмен байланысып келген. Құран кәрімде мынандай аят бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина аману ва амилус салихати инна ла нуди'у ажра ман ахсана амала. Шын мәнінде иман келтірген, ізгі істер жасағандар бар ғой. Біз олардың ешбір ісін не қылмаймыз? Ихсан халінде жасаған. Ихсан халінде жасаған кісінің сауабын зая етпейміз. Яғни кім-кім ихсан халінде тұрып Аллаға иман келтірсе, және дәл солай құлшылық жасайтұғын болса, Алла өде беріп жатыр. Мен бұндай адамның сауабын зая етпеймін. Яғни неге лайық болса, сонысын істеймін, дәл соны беремін. Кей кезде исламмен бірге байланысып келген. Мысалы, Алла тағала мынандай аяты бар. Бәлә мән әсләмә ваджхаху лиллахи ва хуа мухсин фалаху ажруху инда рабби. Шында кім-кім өзінің жүзін Аллаға мойынсұнса, кім-кім Аллаға мойынсұнса, және ихсан халінде болса, әлгі Алланы көріп тұратындай құлшылық қылу халінде болатын болса, оның сыйы Алланың құзырында. Басқа бір аятта: "Ва май юслим ваджхаху илаллахи ва хуа мухсин фақад истамсака бил урватил вусқа." Кім-кім Алла тағалаға мойынсұнса, және мухсин болса, яғни ихсан халдегі кісі болатын болса, ол кісі неден ұстайды? Мықты тұтқадан ұстап тұр. Фақад истамсака бил урватил вусқа. Мықты неден ұстап тұр? Тұтқадан ұстап тұр. Кейбір кезде Алла әлгі ихсан халінемен тақуалықпен бірге байланысып келген. Мысалы, имамдар, сізде жұма намазында имам тыңдасаңыз, имамның ең көп оқитын аяты қайсысы? Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун. Шын мәнінде Алла тағала кімдермен бірге? Тақуалармен бірге, және мухсиндармен бірге, әлгі ихсан халіндегілермен бірге. Енді бұның жауабы келді. Мынандай сұрақ бар. Біз осы құлшылық қыламыз, болмайды бір түрлі. Дұға жасаймыз, болмайды, ананы істейміз, болмайды, наны істейміз, болмайды, бір істің берекесі кетіп болды деген сұрақ болса, демек біз әлі неде жүрген жоқпыз? Ихсан халінде жүрген жоқпыз. Ихсан халінде жүрген болсақ, Алла тағала бізге барлығын түгел берер еді. Біз қалаған нәрсенің барлығын. Кемшілік бізде. Себебі Алла ешқашан өзіні сүйген құлын, өзіне әлгі ихсан дәрежесіне құлшылық жасап жүрген пендесін тастап кетпейді. Және сұрағанын бермей қоймайды. Сұрағанын не істейді? Береді. Ең үлкен дәлелі Бұхарида риуаят етілген мына бір хадис. Алла тағала не дейді? Құдси хадис. Пайғамбарымыз айтады. Алла тағала былай дейді: кім-кім менің әулие құлыма тиіссе, мен оған соғыс жариялаймын. Соғыс. Кім-кім менің әулие құлыма тиіссе, оған соғыс жариялаймын. Құлым негізінде ең жақсы көріп маған жақындаған нәрсесі мен парыз еткен нәрселермен жақындайды. Сөйтіп нәпіл намаздарды не істейді? Көп оқи береді нәпіл құлшылықтарды, сөйтіп маған не істейді? Жақындайды. Жақындаған кезде мен оны не істеймін? Жақсы көремін. Мен оны жақсы көрсем, оның көретін көзі болам. Естейтін құлағы болам, ұстайтын қолы болам. Ол менен сұраса, мен оған беремін. Маған кеп сыйынса, мен оған пана беремін. Түсіндіңіз бе? Қанша шарт бар екен? Фарыздарды орындау керек екен мүлтіксіз. Нәпілде күмшілік не болмау керек, кемшілік болмау керек. Демек не қыласыз? Алланың сүйікті құлы болып шыға келесіз. Алланың сүйікті құлы болсаңыз, сіздің сұрағаныңызды береді. Сыйынсаңыз, сізге не береді? Сізге пана береді.
Енді Алла тағала мынандай бір аяты бар. Лиллазина ахсанул хусна ва зияда. Ихсан халінде жүргендер бар ғой. Ихсан халінде жүргендер. Оларға жәннат бар. Және оған беретін қосымша сыйымыз бар. Ихсан халінде жүргендерге жәннат бар, және оған несі бар? Сыйы бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, Муслимде келген риуаятта пайғамбарымыз не деген? Әлгі қосымша сый дегенде пайғамбарымыз не деп айтқан? Алланың дидарына назар салу деп айтқан. Қиямет күні болған кезде. Әлгі жәннаттан бөлек оған берілетін қосымша сый не? Ол Алланың жүзін көру бақытына ие болу. Енді бұл хадис жоғарыдағы аяттармен бірдей болып тұр. Себебі құлшылық қылған пендеге Алла шынымен-ақ несін нәсіп етеді? Жәннатын нәсіп етеді. Бірақ бұл мені Раббым көріп тұр ғой деп құлшылық қылатұғын болса, немесе мен Раббысын көретіндей құлшылық қылатұғын болса, оған қосымша сый беру керек. Оған экстра сый беру керек. Ол экстра сыйда не? Алланың жүзін көру. Түсіндіңіз ба? Себебі ол мына дүниеде әрдайым Алланың несінде жүрмін деп есептеген өзін? Бақылауында жүрмін, Алланың құзырында жүрмін деп есептеп жүргендіктен, ақыретте барған кезде неге ол Алланың дидарына махрум қалу керек? Түсіндіңіз ба? Сондықтан әлгі осындай сыйға ие болады. Енді кәпірлер бұндай нәрсеге не болмайды? Ие болмайды. Алла тағала не дейді? Иннахум ар раббихим яума идин ламахджубун. Қиямет күні келгенде кәпірлер Раббысын естимейді, көре алмайды, олардың арасында перде болады. Олар оны көре алмайды. Неге көре алмайды? Себебі дүниедегі халінде еш нәрсе Алланың бар екендігін, Алланың құл екендігін, Алланың Раб екендігін, Алла мені көріп тұр деп еш не қылмаған, еш ойына кіріп шықпаған. Алла оған неге көріну керек екен? Неге? Халі анандай кісіге ол да не қылмайды, ол нәрсе бұйырмайды. Халі ихсан халінде болған кісіге Алла тағала өзінің дидарын көруді не істейді? Нәсіп етеді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не айтып жатыр? Өз Раббыңды көріп тұрғандай құлшылық қылуың деп жатыр. Яғни бұл сипат дегеніміз не? Алла тағаланың жақын екендігін не қылу? Сезіну. Оның құзырында тұрмын деп не қылу? Сезіну, иман келтіру солай. Демек, егер осылай сенетін болсаң, бұның барлығы нені келтіреді? Нені тудырады? Сенің жүрегіңде қорқыныш деген нәрсе пайда болады. Алланың кез келген бұйырған іс-әрекетін жасау керек, орындау керек, міндет деп не істейсің? Түсінесің. Алланы, пайғамбарды ұлықтау деген нәрсе жүрегіңе не істейді? Отырады. Бұның барлығын бәрін білетұғын болсаң. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан келген риуаятта не деп айтқан екен? Алла тағаладан көріп тұрғанда қорқуың деп айтқан екен. Алла тағаланы көріп тұрғандай не істеу? Қорқуың деп айтқан екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір сахабасына келіп пайғамбарымыз айтқан екен: "Ей Хариса деген сахабасы болған екен. Таңды қалай атырдың?" деп сұраған екен. Ол кісі айтқан екен: "Хақиқи мұъмин болып таңды атырдым" деп. Пайғамбарымыз айтқан екен деді: "Ей Хариса, не айтып тұрғаныңа назар сал. Себебі әрбір сөздің ақиқаты болады. Әрбір сөздің ақиқаты болады." Харис айтқан екен: "Я Расулалла, нәпсім, ішкі жан дүнием дүниеде қаламайды." Түсіндіңіз бе? Дүниеге мүлдем нем жоқ? Зауқым жоқ. Түнімен ұйықтамай жүрмін. Түнімен ұйықтамай жүрмін деген сөз не? Түнімен намаз оқып жүрмін, құлшылықта жүрмін. Күндізімді шөлдеумен жүрмін, оразамен жүрмін. Мен Раббымның аршын көріп тұрғандаймын. Және мен жәннаттықтардың өзінің бір-бірімен қалай зиярат етіп жүргенін көріп тұрғандаймын. Жәннаттықтардың бір-бірін, тозақтықтардың қалай бір-бірімен айқайласып жүргендігін көріп тұрғандаймын. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан екен: "Сен түсінген екенсің. Осы халіңнен айырылма" деп айтқан екен. Сен осы халден неғылма? Айырылма деп айтқан екен. Енді Урва ибн Зубайр деген кісі болған. Урва ибн Зубайр. Бұл кісі Абдулла ибн Зубайрдің баласы. Абдулла ибн Омармен екеуі Абдулла ибн Омардың қызына не түспекші болып, құда түспекші болып жүргенде. Қараңыз. Урва ибн Зубайр кімнің қызына түсейін деп жатыр? Абдулла ибн Омардың қызына құда түсейін деп. Екеуі тауафта жүрген, Қағбада тауаф жасап жүрген. Абдулла ибн Омар жауап бермей қойған екен. Енді қызың бересің бе деген шығар, құда түсейік деген шығар, бірақ не істемеген, жауап бермеген. Кейін біраз уақыттан кейін кездескен, сөйтіп айтқан, бүйтіп айтқан, өзінің жауап бермей себебін былай деп айтқан: мен жаңағы тауафта жүрген кезде, біз жалпы тауафта жүрген кезде Алла тағаланың алдында жүрміз деп ойлаймыз. Сондықтан саған жауап бермедім, ренжіме деген екен. Ихсан халінде не жасап жүрген?
тауап жасап жүрген, ана кісінің де жауабын не қылмаған, жауап бермеген. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп жатыр? Бұны шештік. Қайсысын шештік? Раббыңды көріп тұрғандай құлшылық қылу. Не деп айттық? Құлдың Раббысының жақындығын не деп айттық? Сезінуі. Мынандай нәрсені ойламаңыздар. Мен Раббымды көремін деген нәрсені ойламаңыздар. Егер бүйтіп қиялға түсетін болсаңыз, сіз шариғаттан еш нәрсе түсінбейтін адамсыз деген сөз. Алланы, оның пайғамбарының айтқан сөздерін еш нәрсеге ұқсатуға, мақлұқатқа ұқсатуға болмайды. Енді пайғамбар не айтады? Сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Сен оны көріп тұрғандай құлшылық қыл, сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Кейбір ғалымдарымыз айтқан, бұл нәрсе негізінде мына нәрсені білдіреді. Құл Алла тағала әмір еткендей не қылды? Құлшылық жасау керек. Құлшылық жасағанда өзінің Раббысын көріп тұрғандай не істеу керек? Құлшылық жасау қажет. Бұл оңай ма? Оңай емес қой. Раббыңның жақындығын сезініп, мен Раббымның құзырында тұрмын деп намаз оқып тұрған кезде сезіну не емес? Оңай нәрсе емес. Мен намазды айтып жатырмын қайта-қайта. Негізі намаздың тысында да солай болуымыз керек. Былай ғой мағына. Намаздың ішінде жүргенде сен Алламен боласың, намаздың сыртына шыққан Алламен болмай қаласың ба? Болмайды ғой. Негізі намаздың сыртында да не болуымыз керек? Дәл сондай халде болуымыз керек. Енді бұл нәрсе бізге оңай тимейді. Әлгі намазда тұрған кезде құлшылық қылғанымызда Раббымызды көріп тұратындай құлшылық жасай алмаймыз. Сол кезде пайғамбарымыз жауабын айтып жатыр. Егер саған осындай құлшылық қылу қиын болса, сен оны көре алмасаң, ол сені көріп тұр. Яғни намаз оқып тұрғанда қайт, Раббыңның жақындығын сезіне алмасаң саған не қыл? Ең болмаса ол мені көріп тұр ғой деп реттел. Әлі ол мені көріп, мен жете алмай тұрған шығар, менен болып тұрған шығар қателік. Бірақ мен оның алдында тұрмын деп бойыңды не істеу керек? Жинау керек. Егер осыны істесек, әлгі біріншісіне қол жеткіземіз. Біріншісі қайсысы? Көріп тұрғандай құлшылық қылу. Мынау соның бір несі секілді? Алғашқы баспалдағы секілді. Сол үшін пайғамбар не айтып жатыр? Сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр. Біреулер айтқан, жоқ, мағына мүлдем олай емес. Мағына былай. Әлгі Раббысын көріп тұрғандай құлшылық ете алмайтындар бар ғой. Ең болмаса, Раббым мені көріп тұр деп құлшылық етсін. Жоқ, мағына басқа. Біріншісі анау, біз айтқан біріншісі. Анаған жәрдем болу үшін айтасың. Анау бірінші мақамға өту үшін айтасың. Негізгі мақсат анау. Біз оған не істей алмай тұрмыз? Раббымызды көріп тұрғандай құлшылық ете алмай тұрмыз. Оған жете алмай тұрмыз. Мынау соған жету үшін мынау бірінші баспалдағы соны. Түсіндіңіз ба? Мынау көзқарас басқаша. Не дейді? Раббыңды көріп тұрғандай құлшылық қыла алмайсың, онда ол мені көріп тұр деп құлшылық қыл. Анда пайдаланасыз. Анаған өту үшін. Мұнда пайдаланбайсыз. Екеуі екі хал болып есептеледі. Түсіндіңіз ба? Бөлек-бөлек. Демек, бұндай адам не істейді? Алла тағала маған назар салып тұр деп не істейді? Ұялады. Ұялады. Кейбір ғалымдарымыз былай деп айтқан. Хафиллахи аля қадри қудратихи алейк. Алладан қорқасың ғой. Алладан қорқсаң, Алла тағаланың саған құдіретінің қаншалықты жететіндігін білгендіктен қорқ. Сөз түсінікті ме? Яғни Алла тағала саған қалаған нәрсесін жасайтындығына ұғынсаң, сол дәрежеде Алладан не қыл? Қорқ. Вастахи миналлахи аля қадри қурбихи минк. Және Алла тағаладан өз саған деген жақындығының мөлшерінде не істе? Ұял. Шынымен Алла саған қалаған нәрсесін істей алады ғой. Оған көзің жетсе не істе? Қорқ. Жақын екендігін білесің ба? Жақын екендігін білсең, онда не істе? Алла тағаладан ұял. Енді кейбір ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисін келтірген. Пайғамбарымыз былай деп айтқан екен: иманның ең абзалы Алла қай жерде болсам да Алла менімен бірге деп білуің деп айтқан екен. Иманның ең абзалы қай жерде жүрсең де Алла менімен бірге деп айту. Бұған мысалы Құран кәрімнің бірнеше аяты бар. Мынандай бір аятымыз бар. Уайда саалака ибади анни фа инни қариб. Ей Мұхаммед, сенен менің құлдарым сұраса, мені сұраса, мен жайында сұраса, оларға айт, мен оларға немін? Жақынмын. Уджибу даъвата да'i иза да'ани. Қандай да бір дұға жасаған кісі маған дұға жасағанда, мен оның дұғасына не қыламын? Қабыл етемін. Немесе басқа бір аятында ва хуа ма'акум айнама кунтум. Сендер қай жерде болсаңдар да, мен сендерге немін? Жақынмын. Сендермен біргемін деген Аллах аяты бар. Басқа бір аяты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан? Басқа бір хадисінде кейбір не қылған сахабалар дауыстарын көтерген. Аллаху акбар, субханаллах деп не істеген? Жорықта кеткен дауыстарын көтеріп зікір салған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан дейді. Сендер естімейтін немесе басқа бір ғайыпты шақырып тұрған жоқсыңдар. Сендер естуші, шын мәнінде барша нәрсені еститін, сендерге жақынға сендер зікір етіп жатсыңдар.
сондықтан айқайламай ақ қойыңдар. Саған бәдәуи арабтар қызық қой, бәдәуилер бар ғой, бәдәуилер қызық, бірақ оларға рахмет негізі, көп нәрсені түсіндіріп кеткен. Не деген келіп, я Расулалла, біздің Раббымыз алыс па деген, айқайлап шақырайық деген. Алыс болса айқайлап шақырайық. Жақын болса жай сыбырласып айта берейік, мінәжат қылып деген. Сол кезде Алла осы аятты түсірген дейді. Менің құлдарым сұраса, айт, мен оларға жақынмын деп айт. Түсіндіңіз ба? Олар шынымен ойлап жүр ғой. Енді кейбір риуаяттарда Исраилят деген риуаят бар, бізде білесіздер ме? Исраилят деген. Христиандардан, еврейлерден риуаят етілген хабарлар бар. Біздің шариғатта олардың үкімі, егер біздің шариғатымызға теріс келмесе, ол нәрселерді айтуға болады. Пайғамбарымыз өзі рұқсат берген. Әхлі кітаптан хадис айта беріңдер, бірақ не жоқ оған? Тыйым жоқ деп айтқан. Бірақ не қылмаңдар? Жоқ, шынымен сенбеңдер соған. Бізде ғалымдар солай айтады. Бірақ айтылады. Иса алейхиссалам былай деп айтқан екен, өзінің жанында тұрған хауариларына. Хауари деген не? Пайғамбардың сахабалары болса, Исаның жанында жүргендері хауари деп айтқан. Хауариларға былай айтқан екен, адамдармен аз сөйлесіңдер, Алламен көп сөйлесіңдер деп. Адамдармен аз сөйлесіңдер, Алламен көп сөйлесіңдер деп айтқан. Әлгі хауарилер таң қалып сұраған екен дейді. Қалайша біз Алла тағаламен көп сөйлесеміз деп. Сонда Алла тағала айтқан, әлгі Иса алейхиссалам айтқан екен дейді. Оған мінәжат етуді өздерің жеке қалыңдар. Оңаша көбірек не істеңдер? Оған мінәжат етіңдер. Ол сенімен негізі сөйлесіп жатыр, сен ұқсаң. Сенің дұғаңды не істеп жатыр? Қабыл етіп жатыр. Және не істе? Дұға етуде, оған дұға етуді не қылыңдар? Оңаша қалыңдар. Біздің үлкен ғалымдарымыздың біреуінен сұраған екен, үйінде жалғыз отырады екен. Мәлик ибн Муғвал деген кісі көп үйінде отырады екен. Сол кезде біреу айтады екен, сен жалғызсырамайсың ба деп. Сонда анау айтады екен дейді. Алла тағаламен біреу жалпы жалғызсыраймын екен деп айтады екен. Жауабын түсіндіңіз бе? Болмайды, ешкім ешқашан жалғыз болмайды. Ешқашан болмайсың жалғыз. Қалайша жалғызсырап жүресің өзіңмен өзі? Алла сенімен әрдайым бірге болады болмаса. Қалай жалғызсырамақшысың? Мүмкін емес нәрсе. Муслим Абид деген бір ғалымыз былай деп айтқан екен. Әттең жамағат деген намаз бар. Жамағатпен оқу деген намаз бар. Шариғатта бұйырылған бір іс бар сондай. Әйтпесе мына есіктен өлгі кеудемнен жаным шыққанша шықпас едім деген. Әттең сонда шариғаттың бір несі бар, бұйырған ісі бар, жамағатпен барып намаз оқу деген. Әйтпесе мына есіктен жаным шыққанға дейін шықпас едім деп айтқан. Енді кейбір ғалымдарымыз былай деп айтқан. Алла тағалаға құлшылық ететіндер Алла тағаламен оңаша қалудан артық ләззатты нәрсе көрген емес. Аллаға құлшылық ететіндердің ішінде Алламен оңаша қалып мінәжат етуден артық ләззатты нәрсе татқан емес. Және оларға солардың сый ретінде не береді? Сый Алланың жүзін көру не болады? Нәсіп болады. Енді сіздерге мына сөзді айтайын, сонымен бітірейік. Ибрахим ибн Адхам деген бізде бір әулие кісі болған, ғалым үлкен кісі болған. Сол кісі былай дейді. Дәрежелердің ең үлкені Раббыңа толықтай мойынсұнғандығың, түгелдей соған не қылғандығың, мойынсұнып берілгендік. Жүрегіңмен, ақылыңмен, бүкіл жан дүние мүшеңмен онымен не болуың? Бірге болуың, серік болуың, бүкіл жан дүниеңмен, ақылыңмен, иманыңмен, жүрегіңмен, барлығымен. Егер осындай халге жетсең, сен тек Раббыңнан ғана үміт етесің. Сен бұндай халге жетсең, тек өзіңнің жасаған күнәң үшін ғана қорқасың. Күнәңнен басқа ешнәрседен қорықпайсың. Қорықсаң, тек не үшін қорқасың? Жасаған бір күнәң үшін қорқасың. Егер оның махаббаты жүрегің орнаса, сен ол махаббаттың үстіне еш нәрсе не қылмайсың? Қоймайсың, жоғары еш нәрсе қоймайсың. Енді сен бұл халге жетсең, шөлде жүрдің не, теңіздің үстінде жүрдің не, таудың үстіне шығып кеттің не, апанның үңгірдің ішінде жүрдің не болады? Бірдей болады. Және сенің Алла тағалаға деген махаббатың, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатың суық су ішуге ұмтылған кісісінің шөлдегендей болу керек. Шөлдеген кісі суық суға қалай құмар болады? Дәл сол секілді пайғамбарға деген сүйіспеншілігі, махаббатың дәл сондай не болу керек? Әлгі шөлдеген кісінің махаббатындай болу керек. Абу Бәкір не деген радиаллаху анху, мен таңертең өлсем, мені ертең жерлемей қойыңдар. Мен өзімнің досыммен барып кездескім келеді деген, қалдырмаңдар ертең. Мен дереу жіберіңдер. Мен мұнда қалғым келмейді. Несі бар? Махаббаты бар үлкен. Қаяққа баратындығы біледі. Сонымен қатар сенің пайғамбарға деген махаббатың әлгі жақсы тамаққа ұмтылып жүрген аш секілді бол. Және Алла тағаланы зікір ету саған барша нәрседен балдан тәтті болып не істеу керек? Көріну керек. Сахарада жүрген кісіге судың қандай қадірі болса, Алла тағалаға деген зікірді дәл сондай осындай не болу керек? Саған осындай қадірі болуы керек. Бағана мен бұл
хадисті басында айтқанымыздай, бұл хадис негізінде шариғатқа қатысты нәрселердің барлығын естіген, тамамдаған. Біз шамамыз жеткенше осындай қылып айттық. Негізінде одан да көп айтылатын әңгімелер бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алхамдулиллахи раббил алемин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин.